Сәлем достар, Асылтас гранты қайтарымсыз 2 немесе 3 миллион теңгені Қазақстан Республикасының барша азаматтары жыл соңына дейін өтініш беріп қатыса алады. Асылтас грантына қалай қатыса аламыз, қалай өтініш береміз деген сұрақтар болса, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай қызықты ақпараттар көп болсын десеңіз, подписация батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Асылтас гранты бұл қайтарымсыз 2 немесе 3 миллион теңге Қазақстан Республикасының барша азаматтары қатысып ұтып ала алады. Яғни бұл ақшаны сіз қайтармайсыз, тек бизнес жоспар өткізу арқылы ұтып ала аласыз. Бұл мемлекеттік грант емес. Неліктен қайтарымсыз 2-3 миллион теңге десеңіздер, бұл тас групп компаниялар тобы жыл сайынғы табысының 5%-ын қайырымдылық ретінде қорға аударады. Сол қордағы ақшамен Асылтас гранты жобасын ұйымдастыру арқылы еліміздегі кәсіпкерлерді дамыту, кәсіп бастағысы келетіндер мен кәсібі бар бизнесмендердің кәсібін дамытуға көмектесу, қазақ тілін дамыту секілді мақсаттар қойып, осы жобаны бастады. Бұл грантқа қатысу үшін бизнес планды тек қазақ тілінде жазасыз, басқа тілде қабылданбайды. Асылтас грантының биылғы өзгерістері: Асылтас гранты басында 1 миллион теңгеден берілген, қазір 2 немесе 3 миллион теңге беріледі. Сонымен қатар, осы жылғы жас ерекшелік 18-35 жас аралығы болған, биыл жас ерекшелікті алып тастау жоспарлануда, яғни жаста шектеу жоқ. Қазақстанның бүкіл аймағынан Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. ИП-сы болуы шарт емес. Грантты ұтқан жағдайда ИП ашасыз. Талаптары: өзінің бар жоғы 3 талабы бар. Яғни бірінші талап: қазақша бизнес-план жазу керек. Бизнес-планыңыз қазақша болу керек, яғни қазақ тілінде. Екінші: 3 минуттан асып кетпейтін, өзіңізді таныстырып, бизнесіңіз жайлы айтып, видео түсіріп жібересіз почтаға. Яғни видеоны горизонталь бағытта түсіру керек. 1 минут, 2 минут немесе максимум 3 минут болу керек. 3 минуттан асып кетпеу керек. Өзіңіздің бизнесіңіз қандай, бизнес ашқыңыз келеді, аты жөніңізді өзіңіз жайлы таныстырып, бизнесіңіз жайлы біршама айтып кетесіз. Егер өзіңіздің жүріп жатқан бизнесіңіз болса, сол бизнесіңіздің құрал жабдықтарын видеоға түсіріп, көрсетіп, таныстырып айтасыз. Үшінші: Excel кестесінде өндіріске, яғни Excel форматында өндіріске жұмсалатын шығынды, қандай құрал саймандар керек шығындарын және әр айдағы табыс пен шығын көлемдерін кестеге толтырып, Excelде есептеулерді жазасыз. Осы 3 шарт. Сонымен қатар 5 бағыты бар. Біріншісі өндіріс, яғни шикізат немесе құрал саймандар, бір зат өндіру. Екінші IT бағыты, түрлі технологиялық гаджеттер, адам өмірін жеңілдететін түрлі технологиялар, яғни жаңалық ашу. Үшінші қазақ тілін дамыту бағыты, яғни қазақ тіліне қатысты басымдылық береді. Төртінші салауатты өмір салты. Бесінші ұлттық өнер, яғни ою-өрнек ерекшеліктері, мысалы өзгелерден қайталанбайтындай жаңашылдық ашу, яғни ұлттық өнерге байланысты. Асылтас KZ деген сайт бар. Сол сайтқа кіресіз. Алғашқы бетінде бизнес грантына өтініш беру деген батырманы басасыз. Сол жерге номеріңізді, аты жөніңізді жазып, қалаңызды жазып қалдырасыз. Сосын сізге хабарласып, бизнес бағытыңызды сөйлеседі. Тура келеді ма, келмейді ма, сосын анықтап алғаннан кейін жаңағы 3 талапты сіз почтаға жібересіз. Почта 2021 грант @mail.ru. 3 талап орындалса, ұнаса, сіз финалға өтесіз. Финалда офлайнде бизнес планыңызды қорғайсыз. Комиссия сізге сұрақ қояды. Сонымен қатар кредитный историяңызға қарамайды. Бұл жерде ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығына қатыса алмайды. Сосын шаштараз, сауда, асхана, фастфуд, Түркия мен Қытай мен сауда дегендер қатыса алмайды. Жаңа идея, жаңашылдық бір қоғамға пайдасы тиетіндей, адамдардың өмірін жеңілдететіндей бір жаңаша ерекше бір дүние ойлап табуыңыз керек. Сондай бір бизнестер өтімді болады.
Қорда барлығы 20 миллион теңге бар. Биыл 8 жеңімпаз болады. Оның 2-і уже анықталып қойды. Қалған 6-ы осы жыл соңына дейін беріледі. Яғни қазан айының 10-на дейін 2 жеңімпаз болады. Қараша айында тағы 2 жеңімпаз. Солай осы жылдың соңына дейін 8 жеңімпаз толық анықталып бітеді. Сіз ұтқан жағдайда, осы грантты ұтқан жағдайда 60 күн уақыт береді. 60 жұмыс күнінің ішінде сіз түскен ақшаға құрал жабдықтарды сатып алып, чек, счет, фактураларыңызды өткізуіңіз керек. Сонымен болды. Сіз ақшаны қайтармайсыз, тек чек өткізесіз. Ойлап жүрген бизнесіңіз болса, онда бизнес жоспарыңызды жазып, Асылтас грантына қатысып көріңіздер. Бұл әділ болатын грант. Яғни Тас Групп компаниясының басшыларының бірі Дулат Тұрсынұлы өз инстаграмында бұл конкурстың әділ болатынына уәде етті. Яғни қорықпай конкурсқа қатысыңыздар, ұтыңыздар, қайтарымсыз 2-3 миллион теңге алыңыздар. Біз барлық өтініш берген адамға грант береміз деп уәде бере алмаймыз. Оны ашық айтайық. Біздің беретін уәдеміз бір гранттың аяғына дейін 6 грант береді. Соның бірінде ішінде сіз болуыңыз мүмкін. Тағы да беретін уәдеміз ол біз әділ шын жүргіземіз. Ешқандай көз қысты, бармақ басты, таныс арқылы, сыбайластық арқылы деген дүние жүрмейді. Ол нақты уәде береміз. Біздің бұл жердегі мақсатымыз шынайы жобасы бар, ертең дамуға мүмкіндігі бар азаматтың немесе азаматшаның грантты алып, кәсіпкерлікті бастауы, кәсіпкерлікте бар кәсібін ары қарай дамытуы. Бізге керек дүние сол ғана. Себебі біздің өзіміздің ниетіміз еліміздегі кәсіпкерлікті дамыту. Сол үшін осы жоба жасадық. Сонымен сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Қандай бизнес план ашқыңыз келеді, төменге жаза кетіңіз және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.